қазақ тілі пәнін оқыту әдістемесін жақсарту қазақ тілінің болашағы үшін аса маңызды. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Бұл қазақ тілін пән ретінде игеру міндетін арттыра түседі. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде дамуын зерттеуші ғалымдар оқыту әдістемесінің басты кемшілігі балабақша, мектеп, жоғары оқу орындары бағдарламалары арасында өзара сабақтастықтың жоқтығынан деп пайымдайды. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының бұл күнде қазақша оқуда кемшілік көп, қазақ мектебіне түзілген программа жоқ, онсыз оқу бір жөннен шықпайды деген сөзі әлі де өзекті. Бағдарламада баланың ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамыту дұрыс ескерілмеген. Грамматикалық заңдылықтар тереңдете оқытпайды. Баланың жас ерекшелігіне сәйкес лингвистикалық білім берілмейді. Диктант жазу, көркем жазу жоқ. Қазақ тілі оқулықтарында да белгілі ғылыми жүйе жоқ. Мысалы, 5-ші сыныптың оқушысы өзінің жас ерекшелігіне қарай тіл мәдениетін, әдеби тіл нормасын сақтап, ауызша сөйлей алуы, ойын қағазға жаза білуі керек. Демек, мектепте тіл білімінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис, стилистика секілді салалары оқушылардың жас ерекшелігі мен олардың жеке тұлға ретінде қалыптасу психологиясын ескере отырып, жеңілден күрделіге қарай жүйесін бұзбай оқытылу керек. Қазақ мектебінде қазақ тілін оқытуға қажетті сағат саны жеткілікті екеніне қарамастан, оқушыға лингвистикалық білімді жас ерекшелігі мен спиралдық әдіс арқылы оқыту жүзеге аспай тұр. Осының салдарынан оқушыда коммуникативтік дағды дұрыс қалыптаспайды, грамматикалық білім толық берілмейді. Бұлай оқытуда кемшілік 5-ші сыныпта фонетиканы өтті ме, ол 11-ші сыныпқа дейін спиралдық әдісімен күрделендіре отырып қайталанбайды. Филология мамандығының білім беру бағдарламасында да қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің санына ортақ талап жоқ. Әр жоғары оқу орны профессор оқытушыларының әлеуетіне қарай білім беру бағдарламаларын өз қалауынша дайындайды. Бұл дұрыс емес. Бір мамандыққа арналған бағдарлама еліміз бойынша бәріне ортақ болу керек. Бағдарлама болашақ маманның болуы тиіс құзыреттіліктерге негізделіп жасалу қажет. Жоғары оқу орындарында тілдік емес мамандықтардың қазақ тобына да қазақ тілін міндетті кәсіби пән ретінде оқыту керек. Яғни тілдік емес мамандықтардың қазақ тобындағы студенттер қазақ тілін кәсіби түрде меңгерсе, болашақта қазақ тілін сол салада ғылым ретінде дамытатын, терминологиясын жүйелейтін білікті маман болып қалыптасар еді. Қазақ тілі мен әдебиетін ең көп оқытатын орта мектеп. Алайда оның білім беру стандарты қажет деңгейде жасалмай, соның негізінде бағдарламасы да кемшін әзірленген. Қазақ тілі пәні бойынша жаңартылған бағдарламаның кемшіліктерін жөндеп, қазақ тілі пәнін оқытудың мақсат міндеттерін қайта өзектендіру аса маңызды. Сондай-ақ қазақ тілі пәнін орта мектепте оқыту, мемлекеттік тілді оқытудың біртұтас жүйесіне кіретін және оның мемлекеттік тіл саясатын іске асырудың басты негізі екенін қаперде ұстауымыз қажет.